Пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам деген жанашырлық пен құрметке толы аяттардың қатарына Алла тағаланың мына сөзі жатады: Тоха, біз саған Құранды машақат тартуың, қиналуың үшін түсірмедік. Тоха сүресі. Бұл аят пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам түн ұйқысын 4 бөліп түнгі намаздарда өзін қатты қинай бергеніне байланысты түскен. Автор Қазы Ияд Әнәстан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисті келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз оқығанда бір аяғымен тұрып, екінші аяғын көтеріп қоятын еді, ұзақ тұрғаннан аяғы талғандықтан. Сонда Алла тағала Тоха аятын түсірді. Яғни, уа Мұхаммед, екі аяғыңды да жерге басып тұр, біз саған Құранды өзіңді бұлай бейнетке салуың үшін түсірмедік дегені. Мұндағы Алланың оған деген шексіз құрметі мен көркем мәмілесі айтпаса да түсінікті. Егер Тоха сөзін кейбір ғұламалар айтқандай пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам есімдерінің бірі деп алсақ, және оны алдыңғы аяттардағыдай ант деп түсінсек, бұл оның қадір қасиетін одан сайын арттыра түседі. Бұған ұқсас мейірім мен жанашырлық Құранның мына аятынан да көрінеді. Егер олар бұл сөзге, Құранға иман келтірмесе, олардың артынан қайғырып өзіңді құрта жаздадың ба? Кахф сүресі. Аяттағы бақия сөзі өзін өлтіру, құрту деген мағынаны білдіреді. Осы тақырыпта мына аяттар да жатады. Саған бұйырылған нәрсені ашық жеткіз де мүшіріктерден теріс айнал. Расында олардың айтып жүрген сөздерінен сенің көкірегіңнің қысылып, мұңайып жүргенін анық білеміз. Хижр сүресі. Сондай-ақ, расында сенен бұрынғы елшілер де мазақ еділген болатын. Рағыт сүресі. Деген аяттар Алланың өз сүйіктісін жұбатуының айқын көрінісі. Мәкки былай дейді: Алла тағала бұл аяттар арқылы өз елшісін саллаллаху алейхи вассалам мүшриктерден тартқан қиындықтары мен көрген зәбірлерінен жұбатты, және осы қарсыласуынан қайтпағандардың басына бұрынғылардың кепкен күні келетінін ескертті. Мұндай жұбатулар Құранда жиі кездеседі. Мәселен, егер олар сені өтірікшіге шығарса, расында сенен бұрынғы елшілер де өтірікке шығарылған еді. Фатыр сүресі. Немесе осылайша олардан бұрынғыларға қандай да бір елші келсе, олар міндетті түрде бұл сиқыршы немесе жынды десті. Зарият сүресі. Алла тағала бұрынғы өткен қауымдардың өз пайғамбарына қандай жала жауып, қаншалықты азаптағандарын баяндау арқылы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам көңілін демеді. Оның Мекке мүшриктерінен көріп жатқан қиындықтары осындай жәбірді көрген алғашқы пайғамбар емес екендігін айтып, жүрегіне тыныштық ұялатты. Оның уайымын сейілтіп, уахиді жеткізудегі жауапкершіліктен пәктеп, олардан теріс айнал, енді сен бұл үшін айыпталмайсың. Зарият сүресі. Деді. Яғни аманатты адал жеткіздің, енді олардың иман келтірмеуіне сен кінәлі емессің дегені. Осы мағынада тағы бір аят бар: Раббыңның үкіміне сабыр ет, расында сен біздің көз алдымыздасың, қамқорлығымыздасың. Тұр сүресі. Яғни олардың қорлығына шыда, өйткені біз сені көріп, қорғап тұрмыз. Алланың мұндай сөздерімен жұбатуы Құранда өте көп. Алла тағаланың өз кітабында пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам өзге пайғамбарлардан мәртебесі биік, қадірі ұлы екенін баяндаған аяттарының бірі мынау. Сол кезде Алла барлық пайғамбарлардан: мен сендерге кітап пен хикмет бердім. Одан кейін сендердегі нәрсені растаушы елші келгенде міндетті түрде оған иман келтіріп қолдау көрсетіңдер деп серт алған еді. Дей келіп, ендеше куә болыңдар, мен де сендермен бірге куәгермін. Әли Имран сүресі дегенге дейінгі аят. Әбул Хасан әл-Қабиси былай дейді: Алла тағала бұл аят арқылы Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам басқа ешбір пайғамбарға берілмеген артықшылықпен даралады. Тәпсірші ғалымдар бұл аятты былай түсіндіреді: Алла тағала уахи арқылы пайғамбарлардан уәде алған. Ол қандай да бір пайғамбарды жіберсе, міндетті түрде оған Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам еске салып, оның сипаттарын баяндаған, және егер сенің заманыңда ол келсе, сөзсіз оған иман келтіресің деп ант алған. Кейбір ғұламалардың айтуынша, Алла әрбір пайғамбарға Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам келетінін өз қауымына жеткізуді және қауымдарынан бізден кейінгі ұрпаққа бұл хабарды жеткіземіз деп уәде алуды бұйырған. Ал аяттағы одан кейін сендерге елші келгенде деген үндеу Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам заманында өмір сүрген кітап иелеріне, христиандар мен яһудилерге қаратып айтылған. Али ибн Аби Талиб, Алла оған разы болсын,
алла тағала адам атадан бастап одан кейінгі барлық пайғамбарлардан егер Мұхаммед елші болып жіберілгенде сендер тірі болсаңдар міндетті түрде оған иман келтіріп қолдау көрсетесіңдер деп уәде алған және осы уәдені өз қауымдарынан да алуды бұйырған дейді. Ас-Судди мен Қатададан да осыған ұқсас риуаят жеткен. Бұл аят пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сан қырлы ұлықтығын дәлелдейді. алла тағала Құранда сол кезде біз пайғамбарлардан сенен әрі Нұхтан уәде ант алған едік, Ахзаб сүресі дейді. Сондай-ақ расында біз Нұхқа және одан кейінгі пайғамбарларға уахи еткеніміздей саған да уахи еттік, Ниса сүресі. Омар ибн әл-Хаттаб, алла оған разы болсын, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам қарап, өзін де оны да жылатқан сөзінде былай деген екен: әкем мен шешем сіздің жолыңызда пида болсын, уа Алланың елшісі, сіздің алла құзырындағы мәртебеңіздің биіктігі сонша, ол сізді ең соңғы пайғамбар етіп жіберсе де, атын атағанда ең бірінші етіп еске алды. Өйткені алла тағала Құранда біз пайғамбарлардан әрі сенен, әрі Нұхтан уәде алдық деді. Әкем мен шешем сіздің жолыңызда пида болсын, уа Алланың елшісі, сіздің алла құзырындағы ұлықтығыңыз сонша, тіпті тозаққа түскендер азап отының ішінде жатып, шіркін, біз аллаға және елшіге бойынсынғанымызда ғой, Ахзаб сүресі деп сізге бағынбағандарына өкініп армандайтын болады. Қатада былай дейді: пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мен пайғамбарлардың ішінде жаратылыста ең біріншісімін, ал елші болып жіберілді ең соңғысымын деген. Сол себепті бұл аятта оның есімі Нұхтан және өзге пайғамбарлардан бұрын аталды. Әс-Самарқанди мұны пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам есімі басқалардан бұрын аталуы оның ерекше абзалдығын білдіреді. Мағанасы алла оларды адам атаның белінен рух әлемінде шығарған кезде алған уәдесі деп түсіндіреді. алла тағала Құранда осы елшілердің кейбірінен үстем еттік және олардың кейбірінің дәрежесін көтердік, Бақара сүресі дейді. Тәпсірші ғалымдар бұл аяттағы дәрежесі көтерілгендердің қатарында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бар екенін айтады. Өйткені ол бүкіл адамзатқа ақ пен қараға жіберілді, оған соғыс олжалары адал етілді және қолынан небір мұғжизалар көрініс тапты. Жалпы қайсы бір пайғамбарға қандай да бір керемет пен артықшылық берілген болса, ол міндетті түрде Мұхаммедке де саллаллаху алейхи уассалам берілді. Ғұламалардың айтуынша, алла тағаланың оған саллаллаху алейхи уассалам жасаған ерекше құрметінің бірі, өзге пайғамбарларды өз аттарымен атаса, оны Құранда тек уа пайғамбар, уа елші деп қадірлеп үндеген. Алла тағала Құранда: сен олардың арасында болған кезде алла оларды азаптамайды, Әнфәл сүресі дейді. Яғни ол саллаллаху алейхи уассалам Меккеде болған кезде хижратқа дейін мүшриктерге азап түспеді. Ал ол қаладан шығып, артына тек мүміндер қалғанда, олар кешірім тілеп тұрғанда да алла оларды азаптамайды, Әнфәл сүресі деген аят түсті. Бұл оның алла құзырындағы орнының қаншалықты биік екенінің ең айқын дәлелдерінің бірі. Бұл аят мағаналық жағынан біз сені әлемдерге рахметіп қана жібердік, Әнбия сүресі деген аятпен үндеседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде: мен сахабаларым үшін бәле-жаладан амандықпын, қорғанмын деген. Мұндағы амандықты ғұламалар бидғаттардан, түрлі алауыздықтар мен бүліктерден қорған деп түсіндірген. Кейбір ғұламалар былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде де, ал қазіргі уақытта оның сүннеті арқылы да біз үшін ең ұлы қорған болып табылады. Қашан оның сүннеті ұмытылып өле бастаса, сонда бәлелер мен бүліктерді күте беріңдер. Алла тағала Құранда: расында алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Уа иман келтіргендер, сендер де оған салауат айтып толық сәлем жолдаңдар, Ахзаб сүресі дейді. Алла тағала алдымен өзі салауат айту, содан соң періштелеріне айтқызу арқылы пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам ұлылығын паш етті. Сонан кейін барып күллі мүміндерге оған салауат пен сәлем жолдауды бұйырды. Әбу Бәкір ибн Фуруктың жеткізуінше, кейбір ғалымдар пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам көз қуанышым намазда етілді деген сөзін осы аятпен байланыстырады. Яғни оның көз қуанышы Алланың періштелерінің оған салауат айтуы мен үмметінің қияметке дейін тоқтамайтын сәлемі. Негізінде салат сөзі періштелер мен үммет тарапынан дұға, ал Алла тарапынан мейірім, рахым деген мағынаны береді.
алла тағала Құранда егер екеуің оған пайғамбарға қарсы біріксеңдер, расында оның қорғаушысы Алла және Жебірейіл мен ізгі мүміндер де оның қамқоршысы. Тахрим сүресі дейді. Мұндағы ізгі мүміндер деп пайғамбарларды, періштелерді немесе Әбу Бәкір, Омар, Әли, Алла оларға разы болсын сынды сахабаларды айтқан деген пікірлер де бар. Ал жалпы мағынасында бұл бүкіл мүміндерді қамтиды. Алла тағала Құранда расында біз саған айқын жеңіс бердік деп бастап, Алланың қолы олардың қолдарының үстінде, Фатх сүресі дегенге дейінгі аяттарды түсірді. Бұл аяттар пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам Алла алдындағы биік мәртебесін, оның шексіз мадағы мен ілтипатын қамтиды. Тіл оны сипаттауға әлсіздік танытады. Алла тағала сөзін өз елшісіне бұйырған айқын жеңісін, дұшпандарынан үстемдігін, оның діні мен шариғатының мәртебесін көтеретінін сүйіншілеумен бастады. Сондай-ақ оның өткен және келешектегі барлық күнәларының кешірілгенін жариялады. Ғұламалар Алла тағала оның болған және болмаған, жасалмайтын күнәларының барлығын кешірді, яғни сенің бойыңда күнә деген ұғым мүлде болмайды, деді деп түсіндіреді. Мәкки Алла тағала өз нығметін кешірімге себеп етті. Жалғыз Алланың құзырынан келген әрбір сый нығмет үстіне нығмет, шарапат үстіне шарапат дейді. Одан кейін Алла тағала және саған деген нығметін толықтырады. Фәтх сүресі деді. Бұны біреулер саған тәкаппарланғандарды бағындыру арқылы, енді біреулер Мекке мен Таифты алу арқылы және басқалары екі дүниеде де атыңды асқақтатып, жеңіс беріп, әр күніңді жарылқау арқылы деп тәпсірлеген. Сонан соң Алла, расында біз сені куәгер, сүйіншілеуші әрі ескертуші етіп жібердік. Фәтх сүресі деп оның көркем қасиеттері мен ерекшеліктерін тізбектеп өтті. Оған пайғамбарға көмекші болып, оны ұлықтауларың, құрметтеулерің үшін. Фәтх сүресі деді. Кейбір қырағаттарда бұл сөзді қос з әріпімен туаззизуху, оның мәртебесін көтересіңдер деп те оқыған. Көпшілік ғалымдардың пікірінше бұл құрмет тікелей пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам қатысты. Ал аяттың соңындағы таңертең және кешке оны Алланы пәктеулерің үшін деген бұйрық тек Алла тағалаға бағытталады. Ибн Ата былай дейді. Алла тағала бұл сүреде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үшін бірнеше ұлы нығметтің басын біріктірді. Айқын жеңіс, дұғаның қабыл болуының белгісі, кешірім, ілтипат пен махаббаттың белгісі, нығметтің толықтырылуы, таңдаулылықтың белгісі, тура жол, хаққа жақындықтың, әулиеліктің белгісі, кешірім, барлық кемшіліктен пәктеу, нығметтің толықтырылуы, кемел дәрежеге көтеру. Ал тура жол жаратушының дидарын көруге шақыру. Жақфар ибн Мұхаммед былай дейді. Алла тағаланың оған деген нығметінің толықтығы сол, оны өзінің сүйіктісі, хабибі етті. Оның өмірімен ант етті, оның шапағатымен өзге шариғаттың үкімін жойды, оны ең биік мақамға көтерді және сол тылсым сапарда оның көзін ауытқудан, шектен шығудан сақтады. Оны ақ пен қараға, барша адамзатқа бірдей елші етіп жіберді. Оған және оның үмметіне соғыс олжаларын адал етті. Оны шапағат етуші әрі шапағаты сөзсіз қабыл болатын тұлға қылды. Адам ұрпағының төресі етті. Оның есімін өз есімімен, оның разылығын өз разылығымен қатар қойды. Оны таухидтың, бір құдайшылықтың екі негізінің бірі етті. Сосын Алла тағала Құранда расында саған серт бергендер шын мәнінде Аллаға серт берген болып саналады. Фатх сүресі деді. Яғни олар саған қол бергенде Алланың қолы олардың қолдарының үстінде. Фатх сүресі болды. Мұндағы мақсат серттесу сәті. Тәпсіршілер Алланың қолы дегенді Алланың құдіреті, Алланың сауабы, Алланың нығметі немесе Алланың уәдесі деп түсіндірген. Бұл аяттағы сөздер көркем метафора мен шешендіктің көрінісі әрі олардың пайғамбарға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, берген серттерінің бекемдігін және серт алынған тұлғаның мәртебесінің ұлылығын ашықтайды. Бұған ұқсас мағынаны Алла тағаланың мына сөзінен де байқауға болады. Оларды сендер өлтірмедіңдер, оларды Алла өлтірді, және құмды лақтырған кезіңде сен лақтырмадың, оны Алла лақтырды. Әнфәл сүресі. Алдыңғы аят астарлы, мәжаз мағынада болса, бұл аят шынайы, хақиқи мағынада айтылған.
Өйткені ақиқатында дұшпанды өлтірген де, құмды лақтырған да жаратушы Алла. Ол пайғамбардың іс-әрекетін, лақтыруын, оған деген күш-қуаты мен қалауын жасаушы. Оның үстіне бір уыс құмды жау әскерінің бірде-бірін қалдырмай бәрінің көзіне жету үшін адам баласының қолынан келмейтін іс еді. Алла тағаланың өз кітабында пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам құзырындағы ұлы қадір қасиетін және оған ғана тән ерекшеліктерін паш еткен аяттарының қатарында Исра оқиғасы баяндалатын Субхан, Исра және Нажм сүресіндегі аяттар бар. Онда оның мәртебесінің биіктігі, жаратушыға жақындығы және ғажайып тылсымдарды өз көзімен көру айтылған. Сондай-ақ жаратушының оны адамдардың қастандығынан қорғауы туралы да аяттар бар. Алла сені адамдардан қорғайды, Мәида сүресі, және де сол кезде кәпірлер саған қастандық жасау үшін айла құруда еді, Әнфәл сүресі. Егер сендер оған көмектеспесеңдер, біліп қойыңдар, Алла оған көмектеседі, Тәубе сүресі. Бұл оқиғада дұшпандар оны өлтірмек болып құпия сөз байласып, үйінен шығуға мәжбүрлегенде, Алла тағала олардың көздерін байлап, оны зияндарынан аман алып қалды. Үңгірде іздеп келген жаудың назарын басқа жаққа бұрып, ғажайып белгілерін көрсетті. Оның жүрегіне тыныштық, сәкина ұялатты. Сурақ ибн Мәліктің оқиғасы да осыған дәлел. Мұның бәрін хадис пен сира, өмірбаян ғалымдары үңгір оқиғасы мен хижрат, қоныс аудару туралы қиссаларында кеңінен баяндайды. Және бұған Алла тағаланың мына сөзі де жатады. Расында біз саған Кәусәрді бердік. Ендеше Раббың үшін намаз оқы және құрбандық шал. Негізінде сені жек көрушілердің өзі ұрпақсыз артта қалушы. Кәусәр сүресі. Алла тағала бұл жерде оған берілген ұлы сыйды білдірді. Кәусәр жұмақтағы өзен. Бұған қатысты басқа да пікірлер бар. Сосын Алла тағала өзінің жауының сөзіне жауап қатып, өз сөзін өзіне қайтарып, негізінде сені жек көрушілердің өзі ұрпақсыз әптар деді. Мұндағы әптар бейшара, қор, жалғыз қалған, артында ешқандай қайыры мен ізі қалмаған адам дегенді білдіреді. Алла тағала тағы да, расында біз саған қайталанып оқылатын 7 аятты немесе сүрені және ұлы Құранды бердік, Хижр сүресі дейді. Кейбіреулер бұл 7 мәсәни, Құранның басындағы ең ұзын 7 сүре, ал ұлы Құранды Құранның анасы саналатын Фатиха сүресі деп түсіндірген. Басқа бір пікір бойынша 7 мәсәни, Фатиха сүресі, ал ұлы Құран қалған барлық сүрелер. Алла тағала Құранда біз сені барлық адамзатқа тек сүйіншілеуші және ескертуші етіп жібердік, Сәбә сүресі. Сондай-ақ айт, уа адамдар, расында мен баршаңызға жіберілген Алланың елшісімін, Ағараф сүресі дейді. Бұл пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам ғана тән ерекшелік. Алла тағала басқа пайғамбарлар жайлы біз әрбір елшіні өз қауымына түсіндіруші үшін тек өз елінің тілімен ғана жібердік, Ибрахим сүресі дейді. Осылайша өзге пайғамбарларды тек өз қауымына ғана тән етсе, Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам барша жаратылысқа жіберді. Өзінің бір хадисінде мен аққа да қараға да жіберілдім дегендей. Алла тағала пайғамбар мүміндер үшін өз жандарынан да артық жақын, ал оның әйелдері олардың аналары, Ахзаб сүресі дейді. Тәпсір ғалымдары мүміндер үшін жандарынан да артық дегенді былай түсіндіреді. Оның оларға берген кез келген үкімі сөзсіз орындалуы тиіс. Дәл қожайынның құлына берген бұйрығындай. Тағы бір пікірде, оның әміріне бағыну адамдардың өз нәпсінің ойының қалауына бағынудан әлдеқайда жоғары әрі абзал. Ал оның әйелдері олардың аналары дегенді, олар құрмет пен тыйым тұрғысынан өз аналарындай саналады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткен соң, оған деген айрықша құрмет пен оған ғана тән ерекшелік ретінде мүміндерге оның әйелдерімен некелесуге қатаң тыйым салынды. Өйткені олар ақыретте де оның жұбайы болып қалады. Алла тағала Құранда, Алла саған кітап пен хикметті түсірді және саған білмеген нәрселеріңді үйретті. Алланың саған берген ілтипаты, кеңшілігі өте ұлы, Ниса сүресі дейді. Кейбір ғұламалар мұндағы ұлы кеңшілікті пайғамбарлық деп түсіндірсе, басқалары әзелде оған жазылған тағдырдағы артықшылықтар дейді. Ал Әл-Уасити бұл аятта Мұса пайғамбардың көтере алмаған Алланың дидарын көру мәртебесін Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам көтере алғанына нәзік ишара бар екенін айтқан.
Қазы Ияттың тағы бір жауһарларынан алла тағаланың оның саллаллаху алейхи вассалам тән сұлулығы мен жан сұлулығын кемел етуі. Автордың екінші тарауда алла тағаланың пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жаратылыс бейнесі мен мінез құлқын қалай кемел еткені және оның бойында барша діни һәм дүнияуи қасиеттерді қалай үйлестіргені жайлы айтқан сөздері. Білгейсің, осынау ардақты пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам сүюші әрі оның ұлы қадір қасиетінің сырларына үңілуші ізденпаз жан. Расында адам бойындағы ұлықтық пен кемелдік сипаттары екіге бөлінеді. Біріншісі, дүнияуи жаратылыстық қасиеттер. Бұл адамның жаратылыс табиғатынан, фытратынан берілген әрі мына дүние тіршілігінің кеңшілігіне сай қалыптасқан сипаттар. Екіншісі, діни және ақыреттік жүрекелі дарыған қасиеттер. Бұл адамды мақтауға лайық ететін және ұлы Аллаға жақындататын рухани сипаттар. Сонымен қатар бұл қасиеттердің өзі тағы екі тармаққа бөлінеді. Бірі тек осы екі сипаттың біреуіне ғана тән таза күйінде кездессе, екіншісі бір-бірімен астасып, ұштасып жатады. Таза жаратылыстық қасиеттерге келсек, бұл адамның өз еркімен немесе еңбегімен таңдап ала алмайтын, тумысынан даритын сипаттар. Мәселен, пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам кемел жаратылысы, нұрлы бейнесінің сұлулығы, ақылының толықтығы, ұғымының тереңдігі, тілінің шешендігі, сезім мүшелері мен дене мүшелерінің қуаты, қимыл қозғалысының байсалдылығы, тегінің асылдылығы, руының беделі мен туған жерінің қадір қасиеті осыған жатады. Сондай-ақ бұған тіршілік қажеттілігінен туындайтын ішім-жем, ұйқы, киім, баспана, неке, мал-мүлік және атақ-абырой сияқты дүниелер де кіреді. Егер бұл дүнияуи істер тақуалық ниетімен және тән қуатын Алла жолында арнау мақсатымен жасалса, әрі шариғат шеңберінен аспаса, онда олар да ақыреттік діни сипаттардың қатарына қосылады. Ал жүрекелі даритын ақыреттік діни қасиеттерге келетін болсақ, олар жоғарғы адамгершілік қасиеттер мен шариғат әдептері. Олардың қатарына діндарлық, ілім, жұмсақтық, сабыр, әділдік, зухд, дүниеге қызықпаушылық, кішіпейілділік, кешірімділік, ар-ұждан пәктігі, жомарттық, батырлық, ұят, мәрттік, азаматтық, үндемеу, орынсыз сөйлемеу, салиқалық, салмақтық, мейірімділік, көркем әдеп, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу және тағы басқа сипаттар жатады. Бұлардың барлығын бір сөзбен көркем мінез, құлуқу хасан деп атайды. Кейде бұл мінез құлықтар кейбір адамдардың бойында қанмен біткен, туа бітті қасиет ретінде кездессе, енді біреулер оны өз бойына еңбекпен, тәрбиемен сіңіреді. Дегенмен, еңбекпен сіңірген адамның да тумысында сол мінездің титімдей де болса, ұшқыны болуы заңдылық. Егер бұл мінез құлықтар арқылы ұлы Алланың разылығы мен ақыреттің сауабы көзделмесе, олар жалаң дүнияуи сипат болып қалады. Алайда олардың барлығы да сау ақыл иелерінің бір ауыздан құптауымен ең көркем қасиеттер мен құндылықтар болып саналады. Егер ұлықтық пен кемелдік қасиеттері біз санамалап өткендей болса, әрі арамыздан бір адамның осы қасиеттердің біреуіне немесе екеуіне ие болғанын көрсек, мәселен тектілігі, сұлулығы, күш-қуаты, білімі, парасаты, батырлығы немесе жомарттығымен дараланса, оның қадір қасиет мәртебесі артып, есімі аңызға айналады. Ол қаншама ғасырлар бұрын өмір сүріп, сүйегі қурап қалса да, оның атағы жүректерде ұлылықпен сақталып тұрады. Ендеше бұл қасиеттердің барлығы бір бойынан табылып, оған қоса санына сан жетпейтін, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, ешбір амалмен не айламен жетуге болмайтын, тек ұлы да асқақ жаратушының өзі ғана арнайы таңдап берген теңдессіз мәртебелерге ие болған тұлғаның қадірі қаншалықты ұлы десеңші.